Еліміздің өркендеуі мен гүлденуі болашақ ұрпақ қолында. Бүгінгі күннің айдарындағы басты мәселе бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі тәрбие жұмыстарында ғана емес, тәлім, таныс үрдістерінде жүзеге асады. Тәрбие мен білім өмір жолындағы үзіліссіз процесс. Егемен еліміздің ертеңіне өз үлесімізді қосқымыз келсе, балабақшадан бастау алып, бала бойына танымды қабілетті дарыту міндетіміз. Қай ғасырда болсын ұлт өнерін өркендетуші, сапалы, салауатты, парасатты ұрпақ тәрбиелеу қоғам алдында әрбір тәрбиеші ұстаздың басты міндеті болып саналады. Сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Жолдасова Гүлназ Асқарқызы. Мен болашақ ұрпақты тәрбиелеу жолындағы үлкен жауапкершілікпен жұмыс жасайтын тәрбиешімін. Мен бүгін өзімнің өмір жолым, тәжірибем және тәрбиеші мамандығына деген махаббатым жайлы бөліскім келеді. Мен 2001 жылдың 3 желтоқсанында Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында дүниеге келдім. Ең алғашқы білімімді 2007 жылы Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің Жұмағали Қалдығараев атындағы орта мектебінен бастадым. 11 жылдық мектебімді аяқтап, 2019 жылы Бейнеу гуманитарлық экономикалық колледжіне оқуға түсіп, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша білім алдым. Осы уақыт аралығында көптеген білім беру әдіс тәсілдері мен бала тәрбиелеудің маңызды қағидалары туралы терең түсінік алдым. Колледжде алған білімдерімді Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің Күйкен, Үстөрт бөбек жайларында және Абай жалпы білім беретін мектебінде практикада қолдандым. Тәжірибемде баланың әлеуметтік дамуы, танымдық қабілеттері, шығармашылығы мен тұлғалық өсуіне бағытталған әртүрлі оқу бағдарламаларын қолданып көрдім. Сонымен қатар, баланың жеке ерекшеліктеріне қарай оларға қолайлы орта жасап, әрқайсысының өзіндік қабілеттерін ашуға мүмкіндік туғызу керектігін түсіндім. 2022 жылы колледж қабырғасында жүріп, WorldSkills Ақтау 2022 7-ші өңірлік кәсіби чемпионатына қатысып, 2-ші орынға ие болдым. Бұл чемпионат менің кәсіби дамуыма үлкен серпін берді. Осы арқылы балалармен жұмыс жасаудың заманауи әдіс тәсілдерін қолдануды, шығармашылық ойлау мен креативтілікті дамытуды үйрендім. Сондай-ақ, тәжірибе барысында топпен және ата-анамен жұмыс жасауға, баланың көңіл күйін түсініп, оған сай әрекет етуге дағдыландым. Чемпионат барысында балаларға арналған ойын түрлерін, дамыту жаттығуларын жаңаша көзқараспен құру баланың қызығушылығын оятып, танымын арттыруға көмектеседі. Оқу үрдісін тиімді жоспарлау, уақытты дұрыс бөліп, күн тәртібін нақты ұйымдастыруға дағдыландым. Бұл топтық жұмысты жүйелі жүргізуге аса маңызды. Педагогикалық шеберлік әрбір баланың психологиясына қарай икемделіп, жұмыс істеу, сабырлы әрі мейірімді болу сияқты маңызды педагогикалық қасиеттерді жетілдірдім. Ойын, ертегі, қойылым арқылы білім беру әдіс тәсілдері бұл балалардың сөйлеу, қиялдау, ойлау қабілетін дамытады. Тәрбиеші ата-анамен де, әріптестерімен де тығыз қарым-қатынас орната білуі керек. Чемпионат осы дағдыны дамытуға мүмкіндік берді. Өз ісіме деген сенімділік артты. Балаларға үлгі боларлықтай тәрбиеші болудың жолдарын тереңірек түсіндім. 2023 жылы Бейнеу Мансап орталығының қолдауымен жастар практикасы бойынша Бейнеу ауданының білім бөлімінің Балдырған бөбек жайына тәрбиеші болып жұмысқа қабылдандым. Менің тәжірибемде басты назарда баланың психологиялық жай-күйі мен эмоционалдық дамуы тұр. Әрқашан балаларды өзара сыйластыққа, сенімге, адамгершілікке тәрбиелеу мен үшін өте маңызды. Өз жұмысымда әртүрлі ойындар мен әдістерді қолдану арқылы балаларды тәрбиелеп, олардың өзін тануына, дұрыс таңдаулар жасауға үйретемін. Балалық шақ адамның ең нәзік әрі маңызды кезеңі. Бұл шақта балаға мейірім, қамқорлық, түсіністік, білім мен тәрбиені қатар беру үлкен жауапкершілік. Мен осы жауапкершілікті жүрегіммен сезіндім. Тәрбиеші болу бұл жай ғана мамандық емес. Бұл баланың өміріне алғашқы із қалдыратын жан болу.
Мен әр баланың бойындағы мүмкіндіктерді көргім келеді. Оларды аша отырып, өзіне деген сенімін арттырып, үлкен өмірге жол сілтегім келеді. Бала шынайылықтың, тазалықтың, болашақтың символы. Сол болашаққа үлес қосу менің өмірлік миссиям деп білем. Балалармен жұмыс істеу маған қуаныш, шабыт әрі өмірдің мәнін береді. Балалар өзін еркін, жайлы сезінетін, ойын арқылы дамитын ортада тәрбиеленуі тиіс. Осындай ортаны жасау әр баланың бойында қабілетті дамытып, жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау менің басты мақсатым. Заманауи білім беру талаптарына сай, үнемі ізденіп, жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп отыру кәсіби дамудың негізі. Мен үшін ең үлкен мотивация балалардың күлкісі мен сенімі. Күн сайын олардың көзіне қарап, тәрбиеші апай мені жақсы көреді дегенді сезінгенімде, мен өзімнің дұрыс жолда екенімді түсінемін. Сол кішкентай жүректерге жылу сыйлап, олардан үлкен үміт күтіп, қолдау көрсету менің жан қалауыма айналды. Олардың табысы мен жетістігі менің шабыт көзім. Менің алдағы уақытта өзімнің кәсіби деңгейімді арттырып, балаларға сапалы білім беру жолында еңбектенуім керек. Мен әрқашан оқуға, дамуға және жақсы маман болуға ұмтыламын. Мен балалармен жақсы тіл табыса аламын. Оларды тыңдай білем. Әрі әрдайым өзара сенімді қарым-қатынас орнатуға тырысамын. Бұл өте маңызды, себебі балалардың тәртібі мен дамуы көбіне сол қарым-қатынасқа байланысты. Өзімді үнемі дамытуға, жаңалықты үйренуге, сондай-ақ өз жұмысымды әрдайым жауапкершілікпен қараймын. Қорытындылай келе, мен тәрбиеші болуды өмірдің маңызды бөлігі деп санаймын. Мен үшін балалардың дамуына үлес қосу үлкен жауапкершілік деп білемін, және бұл жауапкершілікті сезінемін. Болашақта балалармен бірге жұмыс істеп, олардың өмірлеріне оң ықпал ете аламын деп ойлаймын. Білім мен тәжірибе арқылы мен балалардың әлемін жақсырақ түсінуге, олардың әрқайсысын дамытуға, жаңа мүмкіндіктер ашуға тырысамын. Менің ұстанымым мейірімділік, түсіністік және балаларға деген махаббат.